Қап, сабағыңды оқуын ертең әдебиеттің оқуы екен ғой. Бала, бергенші, маған көмектесіп жібере қойшы. Не болды, бала? Не үшін бір түпке жинап қоймайсың? Бала әлі есі білмейді ғой. Қолына түскеннің бәрін жыртады ғой. Жүр, бала. Қап, енді не істеймін, одан да мектепте қоймасына қарайын. Жұмысшы бір топ кітапты кітап қоймасына апарып тастады. Тұрсаншы, қайда кетіп тұрсың болса ары жатшы. Мазым болаш, ары жатшы. Мен математика кітабы оламын. Қыркүйекте тап-таза едім, қазір мен парақтарымды жыртып тастады. Сен қайтесің, мен айтсаңшы. Мен деген қыркүйектің басында жап-жап едім, қазір қара қандай күйде түсіп тұрғанымды. Бәрімізде сол мұңды болдық қойсын. Мен Сотқарбай деген баланың кітабы боламын. Әдетті оқулы болып мектеп табалдырығын аттағаныма қуаныштедім. Онымен көпке болмады. Ол парақтарымды жыртып, кептер жасап ойнады. Үлкен ағасы қой демеді ғой. Жылама, қайтеміз, бәрімізде біз сол. Достар, мені де артықпай көзімді бақырайтып қойып, суретімді бастырып, бетімді шумалады ғой. Әркім өз кітабын оқыпты болу керек қой. Енді бізде қатер екен. Жина отқа тастайды. Отқа таста? Мүмкін қатері жаттады, түптеуі мүмкін. Түптеуі сенделіп түптесін мені парағын жыртып, ішіндегі ұшақтар жасап ойнады ғой. Бір бұрышта отқаны қызды жұртқа көмуге, яу. Ей, кітаптар, сендер сөйлейсіңдер ме? Әрине. Сендер неге бұл бұрышта отырсыңдар? Өзі парақтарымды жыртып тастады. Ендеше мен сендерді мектептер емханасына апарайын. Кітаптар емханасына. Жүріңдер. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлематпыз. Не жағдаймен келдіңдер? Маған мына кітаптарды қарап бересіз бе? Жарайды, қарап көрейін, елге алсам. Мынау жыртылған, мынау сызылған, мынаған сурет салған. Бұл жыртылған, бұл да сызылған. Апай, ендеше бұл кітаптарды маған орнына келтіріп беріңізші. Емдеп көрейін, жүріңдер кеттік. Міне кітаптары, новый
болып шықты. Тап-таза болды. Апай, сізге бір сұрағым бар еді, қойсам бола ма? Я қоя бер, тыңдап тұрмын. Осы кітаптардың ауруы ол неден пайда болады? Бұлардың ауруы сызылғаннан, жыртылғаннан, жұқпалы аурулардан болады. Рахмет апай, ендеше мен бұл жұқпалы ауру ол не? Жұқпалы ауру дегеніміз, ол кітаптарға май, сиян төгілгеннен парақтардың барлық бетіне өтіп, парақтарды бүлдіреді. Соны біз жұқпалы ауру дейміз. Ендеше рахмет апай, мен бұл кітаптарды мектеп кітапханасына апарайын. Жақсы, сау болыңдар. Келесіде жақсы баланың қолына түсуіне тілектеспін. Рахмет апай.